Қайырлы күн, білім алушы. Бүгін негізгі музыкалық аспап баян пәнінен кезекті сабағымыз. Бүгінгі өтілетін сабағымыздың тақырыбы этюд Карл Черни мәтінінің сол қолын талдау. Сабақтың мақсаты этюдтар үйрету арқылы білім алушының орындаушылық техникасын арттыру, жалпы адамзаттық және ұлттық құндылықтар негізінде тұлғалық мәдениетке ие шығармашыл маман тұлғасын қалыптастыру. Этюд дегеніміз не? Этюд дегеніміз француз тілінен аударғанда жаттығу, машықтану деген мағынаны білдіреді. Музыкада орындаушы шеберлігін арттыру мақсатында қолданылатын әрі ойынның белгілі бір техникалық әдісін пайдалануға негізделген аспаптық пьеса. Кейбір этюдтер өз алдына дербес көркем шығарма ретінде де орындалады. Карл Черни австриялық пианист, композитор. 1791 жылы 21 ақпанда Вена қаласында пианистер отбасында дүниеге келген. Фортепианодан алғашқы ұстазы өзінің әкесі болған. Музыкаға деген қызығушылығы әкесінің қолдауымен 9 жасынан бастап басталған. 1800-1803 жылдар аралығында Бетховеннан фортепианодан сабақ алады. Фортепианоға арналған көптеген этюдтармен, аспаптық шығармалармен, симфониялармен, сонаталармен танымал болған. Сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. Мен осы этюдтың финал бағдарламасына енгізіп қойған болатынмын. Қазір екпінін жай қойып сіздерге тыңдатамын. Мұқият тыңдаңыздар сол қолын. Мінекей оқушылар, сіздер этюдті жаңа финал бағдарламасынан тыңдадыңыздар. Сол қол мәтін енді әрі қарай сабағымызды баян аспабымен жалғастырамыз. Қазір аспаппен осы сол қол мәтінін талдаймыз. Міне нота мәтіні этюдтің. Мен осы этюд мәтінінің электронның түрін сіздерге жіберген болатынмын. Яғни этюдке қатысты материалдардың да дайын сілтемесін сіздерге жібердім. Енді мынау до мажор тональдігімен басталады, мына жерде соль мажор тональдігіне ауысады, қайтадан басына барып до мажор тональдігімен наконец деген жерінен аяқталады. Өлшемі 3-4, яғни мажор, септ, аккорд, минор дегендерді өздеріңіз білесіздер, шығармада кездесіп жүр. Айтарлықтай қиын аккордтар жоқ. Қазір мұқият менің сол қолыма қарап отырыңыздар. До мажормен бастаймыз. До, яғни әр шығарма ойнағанда осы до дыбысы арқылы біз арақашықтықты сақтаймыз. Қарап отырыңыздар. 4 нотамен берілген, сол қол әр тактіде, яғни бір тактіде 3-4 нотадан бар. До, мажор, мажор. Әрі қарай соль, доның үстінде септ аккорд. 1, и, 2, и, 3. Қайталаймыз. 1, 2, 3. Қайтадан до мажор тональдігі. Енді осы жерде көмекші дыбыс кездесіп тұр. Міне до. Дәл осы саусақпен жылжи саламыз. Ми, доның мажоры. Енді астында фаға барып, ренің минорын аламыз. Созамыз. Минор. Мінекей. Соль, септ. Аккорд шеді бірге доның мажорын бірге аламыз. Әрі қарай соль мажорға өтеміз. Соль мажор.
септаккорд үстінде сольдың ре септаккорд. Қайтадан сольға келеміз. Мажор, мажор, соль, мажор, мажор, до, ляның минорына созамыз. Ре, сольдің мажоры, септаккорды ре, соль мажор бірге. Мінеки осылай аяқталады. Енді тағы да басынан аяғына дейін осы сол қолмен көрсетіп жіберейін. Сол қолды мұқият қарап отырыңыздар қозғалысына. Көмекші. Фа реның миноры, соль септаккорд, соль мажор, ре септаккорд, ре септаккорд, соль мажор, мажор, бірге. Мінеки оқушылар сол қолын тыңдадыңыздар. Енді мен басынан аяғына дейін бір ойнап берейін орташа екпінде. Қарап отырыңыздар. Екі қолмен қазір мен орындаймын. Орташа екпінде. Мінеки оқушылар екі қолды қосқанда осындай мәтін құралады. Бүгінгі сабағымызды қорытындылайтын болсақ, яғни бүгін біз сол қол мәтінін талдадық, ыңғайлы аппликатура реттілігін айттым, арақашықтықтарды айтып өттім, қозғалыс реттілігін, ұзақтықтарын, осы сол қолдың мына жерлерде сольдің мажоры, реның септаккорды, тағы до мажорда басталып, ортасында соль мажорға ауысады. Міне осылардың бәрін бүгін біз білдік. Енді сіздерге үй тапсырмасы, осы этюдтің сол қол мәтінін, ұзақтықтарын дұрыс сақтай отырып санап, ыңғайлы аппликатура реттелген дұрыс аламыз, санаймыз, және де осы бас кілтіндегі дыбыстардың арақашықтықтарын санап, асықпай байланыстыра отырып, аяғына дейін жаттығып орындаймыз. Мінеки оқушылар, біздің бүгін сабағымыз аяғына жетіп қалды. Дайындықтарыңызға сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.